Сіздердің назарларыңызға апталық жаңалықтарды ұсынамыз. Сүлеймен Баязитов атындағы балалар кітапханасында балалар жылы аясында Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі ақын жазушы Жұмағали Қоғабайдың «Ғаламтордың әлегі» және «Тышқанның қаулығы» атты кітаптары таныстырылды. Оқушылар Жұмағали Бижанұлының балалық шағымен, ақын жазушылардың өмірімен, сондай-ақ оның басынан кешкен қызықты оқиғаларымен танысты. Сонымен қатар, жиында жазушының үзеңгілес достары, қаламдас аға-бауырлары тілек айтып ыстық ықыластарын білдірді. Бүгінде коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу үшін облыстық бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы шықты. Бұл туралы облыстық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Батырбек Әлиевтің айтуынша, жасыл және сары аймақтағы өңірлердегі объектілерде ашық мобильді қосымшасын пайдалану міндетті болып табылмайды. Сондай-ақ оқу орындары мен бала бақшалары қызметі санитарлық талаптарды сақтай отырып, штаттық режимде жұмысын жалғастырады. Сәйкесінше барлық сауда орындары мен жолаушылар көлігінде, өнеркәсіптік аумақтарда, тұрғын үйлердің кіреберісінде, өзге де қоғамдық орындарда санитарлық және дезинфекциялық жұмыстар жүргізіледі, деді Батырбек Тілеубекұлы. А сейчас новость у людей с нарушением зрения. Массажист – одна из наиболее популярных профессий у людей с нарушением зрения. Рассказываем об этой специальности, а также о том, как ее получить. Желая стать массажистом, человек без физических ограничений оканчивает среднее специальное медицинское учреждение, а затем курсы повышения квалификации по специальности медицинский массаж. Для людей с нарушением зрения есть другой путь – поступить в один из медицинских колледжей, осуществляющих подготовку массажистов с инвалидностью по зрению. Старейшим учреждением такого рода является Кисловодский медицинский колледж, в котором трудился знаменитый незрячий врач, массажист, педагог, автор фундаментального учебного издания по классическому массажу Игорь Витальевич Дунаев. В Кисловодском медицинском колледже существует отделение медицинского массажа, на которое ежегодно поступает около 100 абитуриентов с нарушением зрения. Подробную информацию о правилах зачисления и обучения в Кисловодском медицинском колледже можно узнать на сайте www.medcol.ru. Осымен бүгінгі апта жаңалықтарымыз аяқталды.